Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қызыл бархат капкейкісін жасайтын боламыз. Бір жасағаннан керемет болып шығатын рецепт. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін електен өткізілген ұнымызға қопсытқыш какаомызды қосып араластырамыз. Бұл жерде ескеретін жайт, какаоны електен өткізіп алған жөн. Айранымызға 1 шай қасық қызыл қоспамызды қосып араластырып қоятын боламыз. Қып-қызыл түске енгенше араластырып алдық. Мінекей. Енді жұмыртқалы массамызды дайындасақ та болады. Бөлек ыдысымызға таза құрғақ жұмыртқамызды шағып, секерімізді салып, миксермен тоғытып алатын боламыз. Аппақ боп көпіргенше. Бір жасағаннан керемет болып шығатын бұл рецепт 14 дана шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ, шайдың да, дастарханның да сәнін келтіреді. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып болдық. Енді ұнымыз бен айранымызды кезек-кезек бөліп отырып қосатын боламыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Бұл бізге бисквитіміздің жақсы көтерілуі үшін қажет. Сондықтан осы айтылған жайтты ескерсеңіздер, сізде керемет капкейктің кекістері шығатын болады. Көрсетілген мөлшердің барлығын описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Енді осындай арнайы капкейкке арналған немесе кекістің ыдыстарына құйып пісіріп алсаңыздар болады. 2 ас қасықтан толтырмай құйып алатын боламыз. «170 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің капкейктеріміз дайын болды. Енді решетканың көмегімен толықтай осыны суытып алатын боламыз. Суыған соң ғана кремді жағатын боламыз. Крем дайындалу жолын төменде сілтемесін қалдырып кетемін. Арнайы бөлек видео бар, соны қарасаңыздар. Кремнің жасалуы да оп-оңай және өте өз формасын ұзақ уақытқа дейін ұстайтын керемет крем болып шығады. Кез келген капкейкке барады. Барлығын осындай етіп жағып аламыз. Осымен біздің капкейктеріміз дайын болып қалды. Жұп-жұмсақ, аузыңызда еритін, керемет болып шығатын тәттіні шайға немесе қонақтарыңызға жасап берсеңіздер болады. Егер достар, менің арнам сіздерге ұнап жатырса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдейсіздер. Менде үйде апельсин болғандықтан, осындай апельсиннің бөліктерімен әсемдеп шықтым. Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатырса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.